Технодом Каз арнасында техно жаңалықтар, технология әлемдегі соңғы жаңалықтарды түсінікті тілмен жеткізуге тырысамыз. Басты жаңалықтардың бірі Apple компаниясының жаңа презентациясы. 14 қыркүйекте Apple iPhone 13 модельдермен таныстырды. Бірақ тек смартфондармен шектелмей, басқа гаджеттерін де көрсетті. Оның ішінде Watch Series 7 және ешкім күтпеген iPad mini 6. iPhone 13-тің дизайнында ешқандай өзгеріс жоқ. Тек экранның шет жақтары сәл жіңішке екенін байқауға болады. Енді портреттік функция тек суретте ғана емес, видеоға да енгізілген. ProRes'тің арқасында сапасы да жақсартылып, A15 чипі қойылған. Өткен модельдерге қарағанда ол жылдам әрі мықты. Сондай-ақ, iPhone 13 Pro мен iPhone 13 Pro Max 1 терабайт жадымен шығарылады. Шынын айтатын болсақ, соңғы жылдары Apple өзінің қолданушыларының көңілінен шыға алмай жүр. Өйткені бұрында әр презентация сайын бұл гаджеттер әлеміндегі жаңа революция деп шығатын еді. Қазір болса ондай емес. Жыл сайын жай толықтыру алдыңғысын сәл дамытатта болды. Бірақ осы презентациядан бір затты анық түсінуге болады. Apple өз камераларын дамытып, мобилографияны алдыңғы қатарда қоюда. iPhone 13 туралы бүкіл ақпаратты біз интернеттен презентацияның алдында оқып алған едік. Сол үшін презентация көру барысында шынымен де ішіміз пысып отты. Бірақ iPad mini 6 шығатын ешкім күтпеген. Сондықтан бұл шынымен де тосынсый болып шықты. Watch Series 7 туралы сөйлейтін болсақ, бұл жерде үлкен жаңалықтар жоқ. Тура алдыңғы моделі сияқты. Тек экраны үлкенірек болды, жарғырақ, жұмыс уақыты ұлғайды және корпусы мықтырақ шықты. Бірақ бары осы. Оған қарағанда Samsung осы жылы Watch 4-ті шығарғаны, олар қарағанда әлде қайда алды. Ол жерде сен дене мөлшерінде көре аласың, ұйқыңды да тексере аласың және тағы басқа функциялары толып тұр. Жыл сайын Apple жаңа смартфон ұсынған кезде олардың тұтынушылардың саны күрт өседі. Сол үшін осы жылы олар Foxconn заводы Қытайда орналасқан өзіне 100 000 жаңа жұмыскерлерді алған. Оның ішіндегі 10 000-ын бір күннің ішінде жұмысқа тұрғызды. Осы кезеңде заводта жұмыс тым көп болғандықтан, завод өз жұмыскерлеріне мотивация берген. Егер олар өзінің KPI-ін орындаса, $1,5 мың ақыларына қосамыз деген уәде берілді. Өзіңіз ойлап қараңыз. 100 000 адам $1,5 мың алатын болса, онда бұл $150 миллион не деген ақша? Мен Қытайда тұрып көрдім. Өз тәжірибеме сүйенетін болсам, Қытайда $1,5 мың бұлайша айтқанда жақсы ақша. Ары қарай кеттік. Facebook пен Ray-Ban бірігіп жаңа смарт көзілдірік шығарды. Ол ақылды көзілдірікпен видео немесе суретке түсіруге болады. Бірақ тек сонымен ғана шектелмей, музыка тыңдап, қоңырау шалғандарға жауап бере аласың. Шетінде динамигі орнатылған. Цукерберг осы көзілдіріктерді біздің болашағымыз деп атаған. Енді біз смартфондарымыз туралы ұмытып, тек сонымен қолданамыз дегендей болды. Бірақ өзіңіз ойлап көріңіз. Көзілдіріктің камерасы тек 5 мегапиксель. Оны қолданғанша сен қалтаңнан смартфонды алып, соған түсіре бересің. Және де видео түсіру 30 секунд. Оны қай жерде қолданасың? Қайтадан смартфонға ораласың. Және де осы көзілдірікті қолдану үшін сен міндетті түрде өзің Facebook аккаунтыңа қосып, және өзіңнің смартфоныңда Facebook View болу керек. Қайттан смартфонға қосылып жатырмыз. Ал Ресейде болатын болса, осы көзілдіріктер туралы естіп, этикалық нормаларға сай емес деп заңды түрде тыйым салайын деп тұр. Оған қоса тағы бір қызықты факт, бұрын бір Ресей фермері өзінің сиырын жоғалтып алмас үшін GPS навигатор сатып алып соған орнатқан. Бірақ ол GPS навигаторын шпионсың деп атап, ол жігітті соттаған. Какие ваши доказательства? Ондай болатын болса, көзілдірік туралы не әңгіме бар? Facebook'тың Oculus деген ойын шлемі туралы естіген шығарсыз. Оның басты кемшілігі, егер сіздің Facebook аккаунтыңыз блокқа түсіп қалса, сіздің шлеміңіз мәңгілікке өшіп қалады. Сіз басқа аккаунттан да кіре алмай қаласыз. Мүмкін осы көзілдірікпен тура сондай болып қалуы мүмкін. Ал оның бағасы $300. Ал енді осындай Facebook'ның жаңалықтарын естіген Xiaomi артта қалып отыра ма? Олар да өзінің смарт көзілдіріктерін ұсынған. Олардың басты артықшылығы көзілдіріктің әйнектің орнына микро LED экрандар қойылған. Ал қашан сатылымға шығатыны белгісіз. Ал енді пайдалы жаңалықтардың бірі. Bosch киімдегі жағымсыз иісті кетіретін гаджетті ойлап тапты. Ол кірді кетіре алмайды, тек иісті ғана. Ол не үшін керек? Кір жуғыш машина бар ғой дейсіз. Бірақ өзіңіз ойлап көріңіз, әлемдегі тұщы судың дефициті болып отқанды кезінде сіз күніге бір футболка үшін машинкаңызды қосасыз ба? Сол үшін тісіңізді жуып жатқан кезде экраныңызды да өшіріп отырыңыз. Bosch компаниясы экологияны бірінші орынға шығарып, FreshUp құрылысын сатылымға шығарды. Ол киімді кір жуғыш машинаға салмай-ақ, жағымсыз иісті кетіріп, жаңартып береді. FreshUp матаны плазмамен өңдеп,
жағымсыз иіс шығаратын молекулаларды жояды. Қуырылған тамақтың немесе темекінің иісін бірден кетіре алады. Әсіресе сапарға шыққан адамдарға өте ыңғайлы. Әрине, кірлеп қалған киімді тазарта алмайды. Оның бағасы $342. Егер сенің достарың бәрі темекі шегетін болып, сенің киімің темекімен сасып үйге келгенде мамаң сен де темекі шегіп жүрсің деп ойлайтын болса, Fresh Up саған көмегін көрсететін сияқты. Бірақ енді осы Fresh Up тағы ауыздағы темекінің иісін жоятын болғанда не деген керемет болатын еді. Tesla лазерлы терезе сүрткіштерді патенттеп алды. Енді «Звездные войны» фильміндегі лазерлы қылыштарды Тесланың терезелерінде көре аласыздар. Патенттеу қағазын Илон Маск 2019 жылы берген еді. Содан бері енді ғана толық құқығына алды. Қызығы сол, лазерлы терезе сүрткіштері әлі күнге дейін ешкім көрмеді. Ғаламтор желісінде тек суреттер ғана жүр. Мүмкін жақын арада Tesla көрсетіп қалады. Сарапшылар бұл жаңалыққа күмәнмен қарауда. Оның қолданысқа енуі екі талай дейді. Бірақ Маск және оның командасы тосын сыйларды жақсы көреді. Бүгін немесе ертең жариялап жатса, таңғалмайсыз. Сондай-ақ Илон мырза «Звездные войны» фильмінің жанкүйері екені байқалып қалды. Бұл фильмнен тағы қандай заттарды қолданысқа жібереді деп ойлайсыздар? Samsung Apple'дан сағат белдікшелерін жасаған. Жоқ. Ешкім Apple'да сатып алған жоқ. Samsung шынымен қарапайым алманың өңделген қабықшасынан белдікше жасаған. Бұл экологиялық таза, әрі алманың қабықшасынан өңделген жобаны Сами Миро деген сәнгермен дайындады. Алманың қабықшасынан дайындалған 6 түрлі белдікшелер кәдімгі былғарыдан айырмашылығы байқалмайды. Бұл белдікшелердің бағасы $40 бастап алады. Әлемдегі ең қауіпсіз смартфон туралы естідіңіз бе? Nitro Key деп аталатын неміс компаниясы Nitrophone 1 смартфонын ұсынды. Оны Google Pixel 4a секілді құрастырған. Шығарушылардың айтуы бойынша расымен де ең қауіпсіз смартфон. Ғаламтор желілерінде құпия суреттердің немесе басқа да ақпараттардың тарап жатқаны қалыпты жағдайға айналды. Енді бірнеше жылдан кейін көбісі осы смартфонмен қолданатын секілді. Оған қоса бұл смартфонды Эдвард Сноуденнің өзі қолдап отыр. Кім білер, мүмкін бұл тек маркетинг шығар. Уақыт келгенде көреміз. Басты функциялардың бірі, егер сіз смартфонды қолданбай кетсеңіз, бірнеше сағат болсын дейік, ол өз-өзімен өшіп қалады. Сосын оны пин-кодсыз қосу мүмкін емес. Тағы айта кететін, бұл смартфонда Google-дың ешқандай үстемелері қосылмаған. Бірақ сіз өзіңіз оларды орната аласыз. Ал олар болса өздері құпия түрінде жұмыс істейді. Ата-аналар үшін жақсы жаңалық. Енді үйдегі кішкентайларыңыз бір нәрсені жұтып алады деп қорықпайсыз. Өйткені LiveVan құрылысы бұл жағынан көмектеседі. Шыны керек, әлем бойынша аузына салып, ойыншық немесе басқа заттарды жұтып қойған сәбилер жиіліп келеді. Ал енді LiveVan арқылы баланы құтқару тез әрі жылдам. Бар болғаны сорғыш секілді гаджетті кішкентайларыңыздың аузына салып, тартып аласыз. Ал егер асқазанға кетіп қалатын болса, бұл жерде гаджет көмектесе алмайды. Ондай жағдайда міндетті түрде дәрігерге қоңырау шалу керек. Ал мен сәби кезінде заттардың бәрін ауызға емес, мұрынға тығатын едім. Атыспақ ойнап жүргенде кішкентай оқтарды, немесе шиенің сүйегін болсын, осы үшін тағы бір гаджет тапқанда керемет болатын еді. Әзірге соңғы және қызықты жаңалықтар осы. Технодом Каз арнасына жазылып, өзінің пікіріңді астында қалдыр. Тағы да келесі техно жаңалықтарды өткізіп алмас үшін қоңырауға басып қой.